Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ғылыми техникалық прогресс үдерісі бағыттары. Сабағымыздың мақсаты ғылыми техникалық революция барысы және бағыттарына талдау жасау. Сабақтың мақсатына қол жеткізу үшін ғылыми техникалық прогресс өзіндік ерекшеліктері, құраушы бөліктері, даму жолдары мен басты бағыттары туралы, ғылыми техникалық прогресс жағдайында шаруашылық салаларын орналастыру түрткі жайттары туралы, ғылыми техникалық прогресс жағдайында кибернетика ғылымы туралы, ғылыми техникалық прогресс жағдайында адам түрткі жайттарының рөлі туралы білу керек. Ғылыми техникалық прогресс ғылымның өндірістік күшке айналуы және соған сәйкес қоғамдық өндірістік материалдық техникалық негізінің, оның пішіні мен мазмұнының, еңбек ету сипатының, еңбектің қоғамдық бөлінісінің түп тамырымен өзгеруі. Ол өндірістің барлық құрылымына және адамның өзіне әсер етеді. Өзіндік ерекшеліктері ірі ғылыми және техникалық ашылулар, компьютерлік техника, атом энергетикасының, полимерлік материалдар, зымыранды ғарыштық техникалар және басқаларды жасау ғылыми техникалық прогрестің басталуына әкелді. Ғылыми техникалық прогрестің құраушы бөліктері 4 бөліктен тұрады. Ғылым, техника мен технология, өндіріс және басқару. Өндіріс ғылымды көбірек қажетсініп келеді. Ғылымды қажетсініп өнімді өндіруге жұмсалатын жалпы шығынның ішінде ғылыми зерттеулерге жұмсалатын шағын деңгейімен өлшенеді. Техника мен технологияның басты мақсаты өндіріс тиімділігін, еңбек өнімділігін арттыру. Техника мен технологияның дамуының екі жолы бар. Біріншісі эволюциялық, екіншісі прогрестік. Эволюциялық ол белгілі техника мен технологияның одан әрі жетілдірілуі, прогрестік түбегейлі жаңа техника мен технология, яғни электрондық техника, биотехнологияға көшу. Өндіріс олар 5 бағыт бойынша дамиды. Электронды түрде енгізу, кешенді автоматтандыру, электроэнергетикалық шаруашылықты қайта құру, түбегейлі жаңа материалдар өндіру, биотехнологияны жылдам дамыту. Басқару кез келген нәтижеге қол жеткізу мақсатында адамдар мен экономикалық нысандарға саналы түрде мақсатты әсер ету. Ғылыми техникалық прогрестің 18 ғасырдың соңынан бастап дамуы 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бу машинасының пайда болуы, яғни сонымен қатар өнеркәсіптің механизацияласуы. Яғни бұл кезеңде темір жолдардың пайда болуы де кіреді. Екінші кезең электр энергиясының пайда болуы, сонымен қатар ленталы конвейерлердің пайда болуы кезеңі. Үшінші кезең компьютер, роботтардың пайда болуы кезеңі. Қазіргі кезде әлем 4-ші өнеркәсіптік революция қарсаңында тұр. Оның бірінші белгілері мобильді интернет, 3 өлшемді 3D принтерлері, түрлі есептеу техникалары. Ғылым техника прогресінің қазіргі кезеңнің басты бағыттары жаңа электрондық есептеу техникасы, кешенді автоматтандыру, оларды өндіру мен өңдеудің түбегейлі жаңа материалдары мен технологиялары, атом энергетикасының дамуы, биотехнологияның дамуы. Әлем қазіргі таңда ғылым техника прогрестің
дамуы өнеркәсіптің барлық салаларында байқалады. Мысалға айтқанда, мұнай және газ өндіру, машина жасау, химия салалары, электроэнергетика, сонымен қатар роботтандыру салаларының барлығында ғылым техникалық прогрестің дамығаны байқалады. Ғылым техникалық прогрестің дамуы және күшею шамасына қарай өндірістік аумақтың шоғырлануының өнеркәсіптік парк және технополис тәрізді формалары кеңінен тарала бастады. Өнеркәсіптік парк кәсіпорынды орналастыруға ыңғайлы аумақ бөлігі. Оны құрылыс фирмалары арнайы тұрғызады. Олар ортақ инфрақұрылым, ғимараттар, көлік жолдары, энергия және сумен қамтамасыз ету орнатады. Сосын мұндай парк кәсіпкерлерге жалға беріледі және олардың өндірістік қуаттылық орнына айналады. Технополис өнеркәсіптің ғылымды қажетсінетін салаларының зертханаларын, сынақ жасайтын тәжірибелік және өндірістік кәсіпорындарын қамтитын ғылыми өнеркәсіптік кешен. Олар арнайы бөлініп, берілген және алдын ала жабдықталған алаңдарда ұйымдастырылады. Ол жаңа технологиялар әзірлеуге және оларды өндіріске енгізуге бағытталады. Сондықтан университеттерге немесе басқа да ғылыми зерттеу орталықтарына жақын орналастырылады. Ғылыми техникалық прогрестің шаруашылыққа қазіргі таңда әсері өте үлкен. Әсіресе шаруашылыққа тигізетін әсері үш бағытта байқалады. Өндіріс қарқынының артуы, экономиканың салалық құрамындағы өзгерістер және шаруашылықты орналастырудағы қозғалыстар. Ғылыми технологиялық прогрестің дамуы өнеркәсіп салаларының алып үштігі рөлді жылдам қарқынмен артады. Олар машина жасау, яғни ғылыми техникалық прогресс кезінде шаруашылықты машиналармен және механизмдермен қамтамасыз етеді. Электр энергетика саласында онсыз бірде-бір машина жасалынбайды және химия өнеркәсібі өндіріске жаңа материалдар береді. Ауыл шаруашылығының өсімдік шаруашылығында жұмсалатын жұмысшылар санын азайтып, жаңа технологиялармен автоматтандыру жолдарымен арқылы өнімдер шығару, мал шаруашылығында өнімдерді жақсылау және көбейту өте қарқынды дамып баруда. Өсімдік шаруашылығында жасыл революция үлкен орын ала бастады. Оның нәтижесінде өсімдіктердің жоғары өнімді сорттары енгізілді. Шаруашылық механикаландырылды және жер мелиорацияланды. Мал шаруашылығында өндірістің кейбір түрлері, қос фабрикасы, ірі қара мал өсіру кешендері, индустриалды технологияларға көшу орын алды. Бұл өндіріс орындарында механикаландыру ғана емес, автоматтандыру да, яғни машиналар мен механизмдердің көмегімен басқару енгізіле бастады. Бүгінгі сабақты қорыта айтқанда, ғылыми техникалық прогресс қоғамның барлық салаларына әсер етеді. Барлық әлем кезектегі 4-ші өнеркәсіп революциясы қарсаңында тұр.
Біздің өмірімізде еңбек пен өзара қарым-қатынасын толығымен өзгертетін ең үлкен ғылыми техникалық прогрестің көмегі екенін байқасақ болады. Бүгінгі сабағымызда қатысқандарыңыз үшін өте үлкен рахмет. Үйге тапсырма. Әрқайсы оқушы интернет ресурстардан пайдаланып, кибернетика ғылымы туралы мәлімет жазу, айту, оқулықта 53-ші параграфты пайдаланып, 6 сұрақ құрастыру.